Зұлымдардың әрқайсысын ұстап алғанда ешқайсысы үн қатпайды. Олар тағы басқа жаққа қарап, барынша нинза Джекиді байқамауға тырысады. Жаудан ыңғайлы тығылып қалу үшін біреу терезені ашып дайындап қояды. Қандай ыңғайлы. Ендігі киноның соңы жақсы аяқталатынына да қазір-ақ сене беруге болады. Оқ ағашқа тисе ұшқындаған от шығады екен. Кранды оң жағынан айналып өтуге бола ма? Жоқ, Джеки паркур жасамаса қызық болмайды ғой. Ал зұлым алды да оп-оңай қашып кетті. Ар жақта алдынан күтіп алатын катер жоқ, не үстінен түсетін тікұшақ жоқ. GTA ойнамаған, түсінбейді да енді. Ли мән-жайды кейінірек айтпай, дастархан үстінде айтуы керек. Не беспокойся, в Америке очень дружелюбные люди. Эй, придурок, с дороги кретин! Кейіпкердің айтылған сөзі кейін қарама-қарсы іс-әрекетке ие болады. Қылмыскерді жасырын түрде ұстау шарасын бейкүнә тұрғындардың және полиция қастарында тағайындау керек. Енді оның біреу денесімен оқ тоспайтын шығар. Машинаның дөңгелегін атса, астыдан дым қатысы жоқ искра асфальтты бояп өтеді екен. Бір сәттен соң тесілген камера өзімен өзі үрленіп алады. Терезе ашық тұр ғой, сөйтсе жабық тұр екен. Жарылғыш зат кез келген оққа жарыла салады. Мына үлкен саңлауларға қарағанда марқұм көліктің капоты бос болыпты. Жолдың ортасындағы камера көрінбесінде біреу оны дамбалымен орай салыпты. Мерседестің алдынан өте шыққан Honda келесі кадрда басқа түске боялып кетеді. Қызды әр дубльде біресе галстукпен, біресе галстуксыз түсіріпті. Бандит ағаның шақалақтан таяқ жегені қалай кетті? Қыз қашып кетті. Қызды ойнап отқан ойыншының саусағы W-да қатып қалды ма? Неге кері бұрылып артқа қашпайды? Әлде атасы кезінде түзу жолға салам деп қатты тырысып қойды ма? Қыз аяқтарын қайшылап жатқанда балтыры үлкен атлеттерге ұқсап кетеді. Дублер аман болсын әйтеуір. Я Уоррен Расс, Федеральное бюро расследований. Шетел дипломатының қызын тұтқындаған жағдайда онымен ФБР айналыспайды. Дипломатиялық қауіпсіздік қызметі іс жүргізеді. Картердің қолтығындағы газет бүктелген жағы жоғары қарай салды. Мне не нужен напарник, у меня не будет напарника. Кино қос персонаж туралы болса, басында бір-бірін менсінбейді, бірақ іс жүзінде енді болмағанда үйленіп кете жаздайды. Бастықтың алдындағы үстелде бір сурет тұрады. Артынан алғанда дәл сол жерде екі қаламсап сменге шығады. Разрушен квартал. Түймедей нәрсені түйедей қымаш. Тек бір ғана машина сальто айналып болды ғой. Корветтің доңғалақ қаптауының оюларына мән береміз. Ал Картер сол көлікпен ФБРмен кездесуге келгенде басқа үлгіге түрленеді. Мінезі бірде көл, бірде шөл Уоррен аталмыш миссияға Картердің маңыздылығын айтып тұрып, ойы күрт өзгеріп, сол іске Картердің жарамсыздығын нақты білдіре бастайды. Қалай ол? Картердің артынан жүк тасымалдағышы өтіп бара жатады. Үстіңгі планда асфальтқа сіңіп кетеді. Көлеңке корветтің оң жағына түседі, келесіде арт жағына қашып кетеді. Джонсонның мода көрсетіп құбылуы не сәні? Азанда ғана үсті басқа шүберекпен қапталған еді ғой. Ли мекен-жайды көрсетуге ыңғайлы уақыт таппай, жолдың дәл ортасына келгенде Картердің жолға қарауына кедергі жасайды. Лидің жауапсыздығы. Кішкентай қыздың ізіне түсіп, бастығына тез тауып берудің орнына түрін ыржитып, туристермен бірге саяжайға аттанады. Автобусқа ілініп міну ыңғайлы болу үшін айналайын ұстағыштар бекітіле салады. Автобус Старс дүкенінен бір өтіп кетеді де, біраздан соң қайтадан өтеді. Голливуд тақтайшасы бағдаршамға емес, бер жақтағы саргранға ілініп тұр екен. Ха, сәлем Джеки. Мынауың енді ұят болып қалды, без обид. Ал мультфильм көрейік. Джеки Чан өз трюктерін сәтті орындау үшін жолына ыңғайлы заттар туындай қалады. Тамаша. Бірақ енді Казбойс оңбаған мұндайға қатал қарайды. Шағым қоса берейін, аха. Мына еркекке үстіден кім түсіп жатса да бәрібір екен. Әйтеуір кредитін қалай жабарын ойлап отыр ғой деймін. Отбасын асырау оңай емес қой. Ли Форд Виктория таксиіне секіріп мінеді. Жол жөнекей Chevrolet Caprice классикке айналады. Кейінірек бастапқы дизайнына қайтып оралады. Оталдырғыш кілттің жоқтығына қарағанда көлікті біреу сүйреу үстінде. Екеуі Казбойстың шайын ішуге кеткенде, орындарына өздеріне ұқсамайтын дублер ағаларды тастап кетті. Бір шегілген темекімен дубльдерді түсіру тым оңай. Одан да екі түрлісін қолданайық. Ли орындықты аяқпен құшақтағанда оның аяқтары металл етін. Көтергенге ыңғайлы болу үшін олар ағашқа айнала салады. Мына жақта Лидің мама мия төбелесін естімеген Картерге дереу лорға көріну керек. Бес көкені бүктеген адамды өзінің сүйікті корветіне кісендеу керек. Енді рульді жұлып алып қашпайтын шығар. Бүкіл фильм бойы Лиді ашық тұрған терезелер қарсы ала береді. Газ қыс болғанда не болар еді? Әй, фарды өшіріп кетсе, аккумуляторың отырса итеру керек болады ғой. Әлде тағы біреу оны сүйрей ма? Әдеттегідей осындай боевиктерде проблеманы артқа жабыстырып беретін тауықтың миындай бастықтар қанымызды ішеді. Ғимарат жарылғанда көрші шатырдан түсірілім тобымен оның құрылғыларын байқауға болады. Зұлымдар топас болған соншалық тірлігін тындырып алғаннан соң көзге түсіп ырбиып жүргісі келіп тұрады. Лидің үстінде әйнектің сынығы жатқан. Келесі кадрда ол жоқ. Ремонтшылар ғимараттың жарығын өшірмей кетіп қалады. Енді біреу қуаласпақ ойнап жатса, сүрініп құласа бәле ғой. Қашқын міндетті түрде тегіс жерде құлап түседі. Болмаса керек айғақтарын байқамай түсіріп алады. Әр кинода кейіпкерлер үлкен биіктіктен құлап өле тұрады да, сәлден соң шауып беретіні күшті осы. Сказал, стой! Ты по-китайски орал! Өтірік соқпаш, міне ағылшынша айтты ғой. Эй, не подходи! Стой! Орысша дубляж түсінбегенсің ғой сен. Екеуі кәз ғана машинаның алдында тұрған еді, келесіде ол машина басқа жаққа кетіп қалады. Деньги оставьте в аллее позади ресторанов Учау. Иә, қылмыскерлер тұтқын бағасын өздері отырған жерге жақын орналасқан нүктеде тағайындайды. Лидің қолындағы куәлік ұстап тұрғанда басқа, көрсеткенде басқа. Міне. Может, вы не поняли, я адвокат Джентау. Және мен адвокат басыммен үй соққандай үстін болған жүреді. Сюда? Или сюда?
Извините, я не местный. Значит, сюда. Спасибо. Наверное. Бағыт бағдарды білмесең, қол сілтеген жерге бара беру керек. Егер камерадан қарайтын экранды осылай жауып тастайтын болса, онда сол камераны қоюдың мәнісі неде? Өздеріне керек камера тура үлкен экранда орналаса қалады. Біз жақтасып отырған әйбат кейіпкер соңында зұлым боп шығады. Таныс па? Қытай мафиясының ақмақтығы. Ұстап алынған тұтқынның моншағын өздері отырған жердегі даячыға тағып қояды. Одан кейін әрине оны Ли байқап күдіктенетіндей, өздерін өздері ұстап береді. Бізге Картерді өлтіру бұйырды. Бірден бастан ат тастаймыз ба? Жоқ, одан да барынша фильмнің уақытын созып, мәнсіз әңгіме айтып, соңғы сәтте біреу кеп құтқарғанын күтіп тұру емес пе біздің рөл? Зұлым қолына сандықшаны алады, келесі кадрда ол аспанда қатып қалады. Бәрінің қолында тапанша бар, бірақ сол тапаншалар тірі адам құсап, барынша персонаждардың қолына түспей, әдемі жекпе-жектердің куәгері болуымызға жағдай жасайды. Қалай екеуі осындай кезде бірдей қозғалады? Әлде екеуі фильмге түсер кезде әбден дайындалды ма? Оқтар қарудан ұшқан сәттен бастап бас кейіпкерлерді алыстан танып айналып өте бастайды. Бағана терезеден лақтырып жіберген тапаншаны іздеп жүрсің ба? Онда кез келген жерге құлай саш, сол жерден табылады. Өздері полиция болып алып, полициядан қашып жүргеннес. Все! Суянг! Ұялы байланыста тұтқаны қойғанда ұзын дыңыл орнамайды. Америкалық дамашқылармен шатастырмаңдар. Стюардесса өмірінде бірінші рет көрген адамның бұйрығын бұлжытпай орындай салды. Картер отыратын кезде Лидің қасы бос бола салды. Адам отырғанда қуып жіберетін бе еді? Лидің осы жерде жүргенін көре тұра, Сэнк әлі көзге түсіп бет әлпетін жарқырату үстінде. Бас зұлым әрқашан өз жоспарын орындаудың алдында кейіпкерлерге соны паш ету әдетін қоздыра бастайды. Тапаншаны кезенгенде қол жетім тартып алатындай жерде тақап ұстау керек. Әйнекте құлаққап пен кепкада тұрған біреудің бейнесі көшті кетті. Автоматпен атып жатыр. Алло, тимейсіңдер ме? Мейлі. Минивэннің оң жағы бүтін еді, қазір оқ тесіктері пайда болды. Бомбаны жою керек болса, керек жерден Джонсонның сөмкесінде бомбаны залалсыздандыратын құрылғылар да табыла қалады. Бірақ сымдарды түзетін кезде қыздың санамағына сенуді жөн көреді. ФБР-ге өңкей олақ топастарды алады екен. Джеки Чанның тартқыш белдіктері әр сценада әртүрлі. Әдет бойынша аяқтан атуға тыйым салынады. Жақсы адамдарды оқ тиек, иықты жарақаттайды. Агент Растың кабурасында тапанша тұрады. Сосын ол өз шаруасымен кетіп қалады. Не двигаться! Вот, значит, как. Я тебя повсюду ищу, а ты, оказывается, здесь. Бұлай сайрағанша неге бірден атпасқа? Түбінде бәрібір атасын ғой оны. Әй, көзіңді жыпылықтатпа, сен өліп жатсың. Вытри лицо, старик. Әдеттегідей кейіпкерге айтылған бумеранг сөз соңында авторын іздеп тауып келеді. Гриффинде тапанша бола тұра, Ли ашық жерде жүргенде атпай, бүкіл өшін металдан ала бастайды. Алдыңғы сәтсіз дубльдерден қалған іздер. Банкноттар бума түрінде жиналған етін. Ал кейстан шашылған кезде жаңа жылмен құттықтап қарша жауа бастайды. Аспаннан тоспай, жерден терсей. О, черт, силен. Бағанадан бері үстіге қарап, енді байқадың ба? Міндетті түрде олар камераға түсу керек пе еді? Семіз балканы осылай ұстап, ұзақ ілініп тұру мүмкін емес. Оның үстінен аяғыңа тағы біреу жабысып тұрса. Картердің төсіне салынған ақшалар денесіне сіңіп кетеді. Киноларда жақсы кейіпкер ешқашан зұлымды қолдан өлтірмейді. Сондықтан сәл күте тұрамыз. Өзі бір нәрсе қып ажал келер әйтеуір. Досың өлім ұшында тұрғанда не істеу керек? Оны мазақтап қақастау керек. О, оператор мырзалар, амансыңдар ма? Соңғы кездер көрінбей кеттіңдер ғой? Жолақтың түбінде жатқан ақшалар қайда кетті? Бағана бар еді ғой. Калифорния штатындағы телеарналар W емес, K әрпінен басталу керек. Біздің Казспортты Тазспорт десе жақсы ма дегендей ғой. Так долго спасал. Ай, мұрынбоқ, рахметің қайда? Картер келесі күні ақ еңбек демалысына шығып кеткен екен. Алайда ол мына бардақтан соң апталап есеп беріп, сот үстінде мына істердің куәсі болып, былай айтқанда понятый болып басы қату керек етін. Үңгірде тұратын ФБР ақмақтары Картердің демалысы біткеннен соң, оны өз ұжымына алуын хабарлай салудың орнына, бұны әуежайдан іздеп келіп отыр. Не деген құрмет. Оның үстінен кеше ғана жарақат алған агент Росс ендігі ауруханада ойбайлап жату керек қой. Ай, Джеки Чанның сәтсіз төбелестері қайда? Біз соны күтіп отырмыз ғой. Соны көрсетуші едіңдер ғой соңында. Ты всегда выиграешь.